Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен өндірістік оқыту шебері Құрманбекова Назерке Елеусізқызы. Сіздермен бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз шахта ішінде көліктерге техникалық қызмет көрсету және пайдалану. Қазір біз сіздермен өзіміздің колледжіміздағы оқу шахтасына барып, көлік техникаларын көрсететін боламыз. Яғни осы жерден қазір біз сіздерге толығымен айта кететін болсақ, ең біріншіден кен ұңғылау комбайнын көрсетеміз және осы кен ұңғылау комбайнның қалай жұмыс жасайтынын барлығын айтып өтетін боламыз. Негізінен бұл комбайндарда кәсіпорындарындағы еңбекті қорғау қызметкерлердің кәсіптік аурулары мен жарақаттануын алдын алатын ұйымдық техникалық шаралар кешенімен қамтамасыз етіледі. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің технологиялық процестері барлық өндірістік процестерді жүзеге асыруды толық қауіпсіздігін қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар бұлармен жұмыс жасамас бұрын алдын алу жұмыстарын тікелей жүргізуді, машиналарға қызмет көрсету және жөндеу кезінде еңбекті қорғаудың жай-күйін бақылау және жауапкершілікті шаруашылық бірліктерінің басшыларын ал тиеу, түсіру жұмыстарының учаскелерінде жөндеу кәсіпорындарының өндірістік учаскелердің бастықтары мен шеберлері жүзеге асырылады. Қазір біз сіздерге осы кен ұңғылау комбайнын толық қалай жұмыс жасайтынын, нақты қандай бөліктерге бөлінетінін атап айтып көрсететін боламыз. Негізінен машиналарға қызмет көрсетуді және жөндеуді, қауіпсіздік техникасын айта кетсек жөн деп отырмыз. Барлық түрдегі тиегіштер мен автомобиль крандарына техникалық қызмет көрсету осы мақсат үшін арнайы бөлінген және жабдықталған қарау арығы, эстакада, көтергіштер, жебелер, грейферлер үшін ешкілер, қажетті мүкәммал және тағы басқа бар алаңдарда жүргізілуі тиіс. Козловый және көмір крандарына қызмет көрсету үшін қызмет көрсетуші персоналдың кранына қонуға арналған алаң құрылысының орнымен біріктірілген жөндеу учаскелері бөлінуі тиіс. Жөндеу учаскесінің шегіндегі троллейбустар оқшауланған буындардың көмегімен сол троллейбустардың жалғасынан оқшаулануы және қалыпты жұмыс кезінде учаске қосылуы керек. Ал кранның жөндеу және техникалық қызмет көрсету тоқтатылу кезінде ажыратқыш аппараттардың көмегімен оларға қосылуы тиіс. Негізінен қызмет көрсету бекетінде пневматикалық жүрістегі машиналар қол тежегіші мен артқы берілісі қосылған күйде тұруы керек. Шынжыр табанды бөлшектеу кезінде роликтердің астына аялдамалар қойылады. Дөңгелектерді алып тастаған кезде алдымен көліктің астына трагустарды, ал алынбаған дөңгелектердің астына аялдамаларды қою керек. Бұл жерде жалпы осы комбайнның жұмыс жасауы, қосылуы туралы өзінің тетіктері көрсетілген және де сол жазылған. Тек ұяшықтарға ілінген машинада кез келген жұмысты орындауға тыйым салынады. Кранның қозғалысы немесе жұмысы кезінде қолмен реттеуге, жөндеуге, майлауға немесе кез келген басқа техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауға қатаң тыйым салынады. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде қоректендіру және тұтану жүйесіне қызмет көрсетуге, сондай-ақ тежегіштерді сынауға жол беріледі. Барлық басқа техникалық қызмет көрсету жұмыстары қозғалтқыш жұмыс істемей тұрған кезде орындалады. Жұмысшылар жарамды құралдармен және құрылғылармен жабдықталуы керек. Кескіштер мен басқа да ұқсас құралдарда тесіктер, бұзақылар, жарықтар болмауы керек. Балғалар мен балғалар ағаш тұтқаларға мықтап бекітіліп, металл сыналармен бекітіледі. Балға мен соғу беті сәл дөңес, тегіс, қылшықсыз және тойтарылмайтын, ал тұтқалардың беті сәл дөңес, тегіс, қылшықсыз болуы керек. Кілттер жаңғақтардың өлшемдеріне сәйкес келуі керек. Жарықтар мен бұрылыстар болмауы керек. Гайка мен кілттің әртүрлі астарлары әртүрлі ұзатқыштарда қолдануға салынады. Яғни бұл жердегі электр бұрғылары, электр кілттері жарамды болуы керек және кернеуі 36 вольт желіден жұмыс істеуі керек. Жеке қорғаныс құралдарынан резеңке қолғаптар немесе кілемшелер қолдану отырып, сенімді жерге тұйықталған жағдайда кернеу 220 вольтқа дейінгі электрлендірген құралды қолдануға рұқсат етіледі. Құралды желіге тек жерге тұйықтау сымын алдын ала қосу үшін контактімен жабдықталған штепсельдер мен розеткалардың көмегімен қосуға болады. Бұл жерде персоналды электр жабдығының ток өткізетін бөліктеріне тиіп кетуден сақтайтын барлық сақтық шараларын қатаң сақтау қажет. Барлық жалаңаш ток өткізгіш бөліктер сенімді қоршалуы тиіс. Тройлерге тек ток өшірілген кезде ғана қызмет көрсетуге рұқсат етіледі. Ток өткізгіш бөліктерге қызмет көрсету кезінде электр тоғының соғуынан қорғайтын оқшауланған тұтқалары бар құралды, жарамды және қорғаныс құралдарын сөзсіз қолдануды қамтамасыз ету қажет.
жеке қорғаныс құралдары, сондай-ақ әрбір тарату қалқанына, рубильникке және басқа да электр аппараттарына төселген резеңке кілемшелер белгіленген мерзімде сыналуы тиіс. Қызмет көрсетуші персонал жерге тұйықтау және нөлдеу ережелерін білуге міндетті. Сонымен қатар қауіпсіз жұмыс әдістері мен тоқ соғу кезінде алғашқы көмек көрсету бойынша арнайы дайындықтан өтуі керек. Жанар-жағармай материалдарын сақтау арнайы бөлінген алаңдарда немесе өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларына сәйкес жабдықталған үй-жайларда ұйымдастырылады. Қазір, құрметті студенттер, сіздерге комбайнның қалай жұмыс жасайтынын көрсететін боламыз. Зейін салып қарауларыңызды өтінемін. Қазір біз сіздерге ПРПМБ-2 тау жыныстарын теу машинасы жайлы толығымен айтатын боламыз. Яғни жүк көтергіш машиналардың металл конструкцияларын бөлшектеу алдында ауырлық күшінің немесе басқа себептердің әсерінен қозғалысқа келуі мүмкін бөлшектерді жұмыстың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ететін жағдайға келтіру қажет. Қызмет көрсетілетін құрылымның астында адамдар болмауы керек. Жөндеу жұмыстары әсіресе арқандарды орау және сақтау, оларды шығанақтардан босату қолғаппен жасалуы керек. Жұмысшылар жарамды құралдармен және құрылғылармен жабдықталуы керек. Машина жұмыс істеп тұрған кезде реттеуге, жөндеуге, қолмен майлауға немесе кез келген басқа техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауға қатаң тыйым салынады. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде қоректендіру және тұтану жүйесіне қызмет көрсетуге тежегіштерді сынауға жол беріледі. Қызмет көрсету бекетінде пневматикалық жүрістегі машиналар қол тежегіші мен артқы берілісі қосылған күйде тұруы тиіс. Шынжыр табанды бөлшектеу кезінде мұз айдындарының астына аялдамалар қойылады. Дөңгелектерді алып тастамас бұрын трагустарды машинаның астына, ал алынбаған дөңгелектердің астына аялдамалар қою керек. Тек ұяшықтарға ілінген машинада кез келген жұмысты орындауға тыйым салынады. Жалпы айтып кететін болсақ, қызмет көрсетуші персонал жерге тұйықтау және нөлдеу ережелерін білуге міндетті. Сонымен қатар қауіпсіз жұмыс әдістері мен тоқ соғу кезінде алғашқы көмек көрсету бойынша арнайы дайындықтан өтуі керек. Жанар-жағармай материалдары арнайы бөлінген алаңдарда немесе өрт қауіпсіздігі ережелері мен нормаларына сәйкес жабдықталған үй-жайларда сақталады. Сіз жанғыш металл балғамен және қашаумен металл бөлшектерді тығындарда аша алмайсыз. Бұл ұшқынның пайда болуына әкелуі мүмкін. Сондықтан жанармай тек қозғалтқыш жұмыс істемей тұрған кезде жабық қағазмен толтырылуы керек. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.